Құрметті әріптестер, естіледі ма? Нет, еще экзамен идет. Не выходите, я не разрешала никому. Звонилеріңізді микрофонды өшірсеңіздер, әріптестер. Естіледі ма дауысым? Әріптестер, бір 5 минут күтейік, иә? Может, қосылатын шығар ауыл жақтар. Мүмкін интернетпен қиындау болып тұрған шығар, қосылып қалар. Дауысым естіледі ме, әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Иә, естіліп тұр дауысыңыз. Қыз, сәлем, дауысым естіліп тұр ма? Иә, аха, естіліп тұр дауысыңыз. Аха. Трансляция экрана. Что ты думаешь? Трансляция сидишь. Наверняка с собой говорит, ма? 9 адам отырсы деп, ака 10 адам қосылды қазір. Нигде на подписи. Конечно. Да, посуду тогда моешь и вытираешь. Совещание. Совещание. Қайырлы күн, әріптестер, бастай берейік, иә? Мен Ахметкеримова Бақытгүл Нұрмағамбетовна, Қарағанды қаласындағы Дарын мамандандырылған мектеп лицей интернатының көркем еңбек пәні мұғалімімін. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырғаным
авторлық бағдарлама, яғни бұл әдістемелік кешенінде болып саналады. Тақырыбы қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнері тақырыбы бойынша авторлық бағдарлама 7-ші сыныптарға арналған 34 сағаттық қымыжысы бар және 34 сағатқа арналған оқушы дәптері қоса. Бұл авторлық бағдарламаның мақсаты қазақ халқының дәстүрлі қолданбалы өнерінің түрлері мен ерекшеліктерін талдай отырып, біртұтас тәрбие бағдарламасының негізге ала отырып, ұлттық құндылықтарды насихаттау және болашаққа жеткізу. Міндеттері оқушыларды қазақ қолөнерінің тарихымен, ерекшеліктерімен таныстыру, қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнерінің тарихы мен даму кезеңдерін зерттеу, қазақтың қолданбалы өнерінің негізгі түрлерімен, яғни оның ішінде кигіз басу, кестелеу, тоқымашылық, тағы да басқа өнер түрлерін сипаттау, талдау. Қазақ халқының қолданбалы өнерінің әлемдік мәдениетке қосқан үлесін анықтау. Бұл жерде күтетін нәтижелер оқушылардың қазақ халқының қазақ қолөнерінің тарихи және мәдени маңыздылығын түсінуі, қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнерінің тарихи және мәдени құндылықтары туралы жан-жақты мәліметтер жинақталады. Қазақтың қолданбалы өнерінің түрлері мен ерекшеліктері тереңірек түсіндіріледі және олардың әрқайсының мән маңызы анықталады. Ұлттық өнердің символикасы мен көркемдік элементтерін толық зерттеледі. Қолданбалы өнердің қазіргі қоғамдағы рөлі мен маңызы туралы нақты тұжырымдар жасалады. Енді бұл бағдарламаның жаңашылдығы мен өзектілігі аталған авторлық бағдарлама жаңартылған білім стандарттары ережелеріне сәйкес орта буын оқушыларына көркем еңбек пәні бойынша оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында күнтізбелік тақырыптары түзеліп, әрбір тақырыпқа сәйкес сабақ жоспарлары мен күнделікті сабақ жоспарлары құрылған. Авторлық бағдарлама қол тігісімен, машина тігістерімен, әртүрлі материалдармен көркемдеу, ой өрнектің мән мағынасын, орналасуын, бояу сәйкестігін, тарихи тігілу технологияларымен таныса алады. Бұл жерде балаларға бағдарламаның енді жаңашылдығы мен өзектілігін тағы да былай айтқым келіп тұр. Үйірмеге қатысу барысында оқушылар ұлттық қолөнер туындыларын өз қолдарымен жасап үйренуінде, яғни балалар өз қолдарымен осындай жұмыстар жасап, мектептегі өтіп жатқан іс-шараларда астында фойеде бізде көрмелер ұйымдастырылады. Енді оқыту әдістері қалай? Қазақтың ұлттық қолөнерінің негізгі ұғымдарымен және тарихымен танысуға арналған қарапайым және қолжетімді дәрістер мен презентациялар, дәстүрлі қолөнер техникасын игеру және өзінің бірегей бұйымдарын жасау мақсатында 7-ші сынып оқушыларына бейімделген практикалық сабақтар мен шеберлік сыныптар. Оқушылардың белсенді қатысуы мен өзара әрекеттесуіне ықпал ететін интерактивті жаттығулар мен ойындар. Көрнекі презентациялар мен ұжымдық талқылаулар арқылы қазақ мотивтерін пайдалана отырып, заманауи дизайн мысалдарын талқылау және талдау. Оқушыларды қазақ ұлттық қолөнерінің атмосферасына енгізу үшін тақырыптық көрмелер немесе экскурсиялар сияқты мәдени іс-шараларға қатыстыру. Авторлық бағдарламаның жүзеге асырылу формалары: бұнда жұмыс барысында оқушылар ұсынылған мәліметтердің ең қажеттілігін таңдап алып, қосымша материалдарын жинақтайды. Сол арқылы курс бойынша құрастырылған тапсырмалар арқылы өздерінің ойларын жақсы жеткізеді, өз ісіне, әрекетіне қорытынды жасай біледі, шығармашылықпен жұмыс жасайды. Бұл жерде енді бағалау формалары, біз балаларды бағаламай, біздің пәнде бағаланбайды десек те, жаңағы қолпаштау, сөзбен, қалыптастырушы бағалаумен бәрібір бағалайтынымыз анық. Сондай жағдайларда оқушылардың білім деңгейін алға қойған ерекше мақсаттар мен міндеттеріне қарай бағаланады. Бағалау барысында материалдың дұрыс пайдалануын, баяндалуын, ұғымдар мен заңдылықтардың толық ашылуын және де материалдың дәлелді болуын, интеллектуалды оқуға қатысты жаңалықтарды икемділік қалыптастырғанын ескеру қажет. Бұл жерде енді күтілетін нәтиже: әр сабақта оқушы қолөнер бұйымдарын жасау
жасауда іскерлік икемдік қабілеттерін арттырады. Оқушы салт дәстүріміздегі қолөнеріміздің тәрбиелік дағдысын жете түсінеді. Оқушылардың алған білімдерін практикамен ұштастырып, қолөнерін өздері ғана біліп қана қоймай, кейінгілерге және сонымен қатар үнемі ақпарат көздерімен жұмыстанады. Яғни қолды пайдаланады. Авторлық бағдарламаны жасамас бұрын ең бірінші балалардан әрине біз сауалнама аламыз. Ол сауалнама мынандай сұрақтардан тұрды. Қолөнермен айналысқан ұнайды ма? Осы жерде 92% иә деді, орташа 8, жоқ деген 0% болды. Болашақта қажет болады ма дегенге иә деп 76%, орташа 23%, жоқ деп 1 бала. Қолөнермен айналысқанда қандай әсерде боласыз дегенде 97% иә деді, орташа 3%, жоқ деген 0%. Бұл бағдарлама негізінен 3 мектепте апробациядан өтті. Сол өткен нәтижелер бойынша мынандай неге келіп тоқталамыз қорытындыға. Апробацияның сипаттамасы: аталған курс 7-ші сынып оқушылары арасында сабақтар теория мен практика элементтерін оқушылар шағын топтарда жұмыс істеп, өз қолдарымен ұлттық қолданбалы өнер бұйымдарын жасап үйренді. Апробацияның мақсатына міндетті, яғни қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнерінің тарихы мен ерекшеліктерін меңгерту, нәтижесінде оқушылар ой-өрнектердің түрлі мағынасын, композиция құрылымын танып, олардың тарихи негіздерін меңгерді. Бастапқы кезеңде бұл тақырыпқа бейхабар болған 60% оқушы курс соңында 80% деңгейде түсінігін қалыптастырды. Екінші, қолөнер бұйымдарын жасауда негізгі тәсілдері мен технологияларын үйрету, яғни нәтижесінде практикалық сабақтарда оқушылар фетрмен жұмыс жасау, кестелеу, гобелен тоқу, тұмар жасау сияқты қолөнердің нақты технологияларын меңгерді. Жұмыс жасау шеберлігі орта есеппен 70-80% аралығында жетілді. Үшінші міндетте оқушылардың ұсақ моторикасын, икемділігін және көркемдік талғамын дамыту. Бұл жерде нәтижесінде кесте тігіп, өрнек салу, бұйымдар жасау тапсырмалары оқушылардың ұқыптылық, дәлдік және көркемдік қабылдау дағдыларын жетілдірді. 80%-дан астам оқушы өз қолымен бұйым жасап, көрмеге ұсынды. Төртінші міндет бізде ұлттық өнерді заманауи сәнді қолданбалы өнерде қолдану дағдыларын қалыптастыру. Нәтижесінде сабақтар барысында оқушылар ұлттық стильдегі аксессуарлармен, яғни тұмарлар, сөмкелер, ойыншықтар жасап, олардың заманауи дизайндағы үлгілерін ойлап тапты. Жобалық жұмыстар мен көрме нәтижесінде 90% оқушы бұл дағдыны меңгергенін көрсетті. Жалпы динамикасы, яғни оқушылардың пәнге деген қызығушылығы күрт артты, практикалық тапсырмалардың шығармашылық ойлауын белсендірді, оқушылардың жауапкершілігін арттырып, эстетикалық талғамын қалыптастырды. Кімде микрофон Әріптестер, айым. Сақ тескі өшіріп қойыңыздар, зумдарыңызды. Бірінші рет отырған жоқсыздар, кейде жасап отырсыздар. Ұлттық өнер мен тарихи мәдени таным арасындағы байланыс берік орнықты. Қорытындысында аталған элективті курс бағдарламасының тиімділігін дәлелдеді. Ол оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығын арттырып, шеберлік, шығармашылық және эстетикалық қабілеттерін дамытты. Бағдарламаны кеңейту мақсатында қосымша сағаттар енгізуі ұсынылады. Енді бұл курс мынандай көрсеткіштер айтуға болады. Курсқа дейінгі және курс соңында қолөнерге қызығушылығы 45% болған курсқа дейін, курс соңында 90%-ға өсті. Қолөнер техникасы меңгеру 30% болған, курс соңында 70-85%-ға өсті. Шығармашылық белсенділік 20% болған, курс соңында 80%-ға өсті. Көрмеге қатысқандары курсқа дейін болмады, курстан кейін 70%-ға өсті. Ұлттық бұйым жасау қабілеті курстың басында әлсіз болған, курс соңында жоғарғы деңгей қалыптасты.
Бұл авторлық бағдарламаның жаңа әдістемелік кешені деп айтып кеттім ғой енді. Жұмыс дәптері бар. Бұл жұмыс дәптерінде қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнері тақырыбында жұмыс дәптері дайындалды. Оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Бұл дәптер арқылы оқушылар қазақ халқының тарихи мұраларын, ою-өрнек, кигіз үй, зергерлік өнер секілді қолданбалы өнер түрлерін тереңірек танып біледі. Дәптерде ұсынылған тапсырмалар оқушының шығармашылық қабілетін дамытып, қолөнерге деген ынтасын оятады. Сонымен қатар бұл оқу құралы оқушыларды ептілікке, ұқыптылыққа және эстетикалық талғамға тәрбиелейді. Жұмыс дәптері ұлттық бірегейлікті сақтау мен дамытуға үлес қосады. Жұмыс дәптерін қолдану арқылы мұғалімдер оқыту үрдісін түрлендіріп, оқушылармен тиімді жұмыс жүргізе алады. Сонымен бірге бұл құрал ұлттық сана мен мәдени мұраның ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына септігін тигізеді. Дәптер арқылы теория мен тәжірибе ұштасып, білімнің өмірімен байланысы нығая түседі. Жұмыс дәптері ұлттық бірегейлікті сақтау мен дамытуға үлес қосады. Оқушылардың өз қолымен ұлттық бұйымдар жасауына мүмкіндік беру арқылы олардың танымдық дағдылары қалыптасады. Тапсырмалар ұлттық мәдениетті құрметтеуге үйретіп, отансүйгіштік сезімді тәрбиелейді. Дәптердегі материалдар этнопедагогика элементтерін қамтып, сабақтың мазмұнын байытады. Сіздердің алдарыңызға осы оқушы дәптерінің 1-2 парағын ұсынғалы отырмын. Яғни, мына жерде сулы жүнмен жұмыс жасау, біздің қымыжының тақырыбындағы бар 34 сабақ, осы дәптерде сол тапсырмалар қымыжының негізінде берілген. Бұл жерде жаңағы балалар сулы жүн техникасын ерекше түсінеді, жүнді сәнді бұйымдар жасауға пайдаланады, шығармашылық қабілеттерін эстетикалық талғамды дамыту, ұқыптылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеу, ұлттық дәстүрлер мен қолданбалы өнерге баулу. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде балалар сұрақтарға жауап береді, кестелерді толтырады, сонымен қатар берілген тапсырманы ары қарай жалғастырады. Әрине, біз сабақтың басында негізінен қауіпсіздік ережелерін бірінші қамтимыз. Балалар естеріне түсіреді, дәптерге жазады, қайталайды. Сондықтан бұл дәптердің бірінші бетінде негізінен қауіпсіздік ережесі тұр. Қазір енді слайд болғаннан кейін кішкене етті. Бұл жерде міне ою-өрнек түрлерімен танысады оқушылар. Оюдың түрлері қалай боялғанын, жаңағы түс үйлесімділігін, симметриясын бәрін анықтап, осындай сұрақтарға жауап береді. Енді қорытындылай келе, қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнері атты бағдарлама қазіргі заманда өзекті мәселелерді шешуге бағытталған және оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытатын құнды еңбек болып табылады. Қолдану бағдарламаға тереңдік пен жаңашылдық береді. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ойларыңызбен тағы да нені қамтуға болады деген сияқты сіздерден кері байланыс күтемін. Мына жердегі балалар осы жұмыстарды жасау барысында облыстан ғылыми жобаға қатысу, зерде орында алып, жүлделі орындармен марапатталды. Сіздерден кері байланыс, әріптестер. Шамангелдина, не айтасыз? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз енді мінекей ең бірінші сіздерді осы оқу жолын сәтті аяқтауларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қай уақытта енді Zoom-да бірінші рет шығып отқан жоқ, құрметті әріптестер. Өздеріңіздің тараптарыңыздан дыбыстарыңызды өшіріп, мынау экрандарыңызды қосып қойып жатсаңыздар, әрине өте жақсы болады еді. Төртбұрышты қара экранмен сөйлескен бір түрлі екен. Түрлеріңізді көрсетіп, әдемі. Сіздің аяғы болғаннан кейін бір-бірімізге тілек айтып, құттықтау айтқанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Және де мінекей Ахмет Кәрімова Бақытгүл Нұрмағамбетқызы өзінің жасаған авторлық бағдарламасымен қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнері сіздермен бөлісіп отыр.
Бұл қандай мақсатпен бөлісіп отыр, сіздер өте жақсы білесіздер. Себебі қазіргі кездерде барлық педагогтар жылына 5 жылда бір рет педагогтық аттестаттаудан өтеді. Сол кездегі ең бірінші өзекті мәселе осы авторлық бағдарлама, немесе методичка жазу, немесе рабочий дәптер, рабочий тетрадь жазу, мысалы деген сияқты методический пособие жазу келгенде өте көп қиналады. Соның салдарынан аттестацияда өтпей қалып жатқанда әріптестеріміз бар. Сатыға түсіп қалып жатқанда әріптестеріміз бар. Сондай мақсатпен мінекей Бақытгүл Нұрмағамбетқызы бүгін өзінің авторлық бағдарламасымен сіздерді таныстырып жатыр. Қалай жазу керек екендігімен таныстырып жатыр сіздерге, қалай жұмыс жасау керек екендігімен. Әрине, біріншіден сізге үлкен рахметімді айтамын, Бақытгүл Нұрмағамбетқызы. Жақсы осы авторлық бағдарламаңызды әлде болса даналап шығарып, қалалық көлемде, облыстық көлемде таратсаңыз да болады. Себебі бір адамдар, мысалы енді көркем еңбек пәні болғандықтан бізде практика мен теория сабақтас келеді. Бір адамдар практик болады біздерде, бір адамдар теоретик болады. Сондықтан да бұл біздің әріптестерімізге үлкен бір көмекші құрал деп ойлаймын. Өте жақсы жасалған жұмыс. Енді бұны ауызбен айтып, бұлай таныстырғаннан көрі әрбір адам өзіне осыны авторлық бағдарлама деген не үшін жасалады? Оны сіз басқа әріптестерге тарату үшін, сонымен басқалар жұмыс жасап, апробация жасап, өзіне керегін алып, қосатыны болса қосып, яғни бұл көмекші құрал болу керек. Сондықтан да әріптестер өздеріңізде осындай авторлық бағдарлама жасаған уақытында осы кісілердің кеше де мысалы Совет құрмет советіне, то есть кеше өзінің авторлық бағдарламасымен таныстырды. Өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір осы көркем еңбек пәні мұғалімдері үшін түсіндірмелі жұмыстар. Солардан алғандарыңызды өздеріңіздің жұмыстарыңызда қолдансаңыздар екен деп ойлаймын. Қандай да сұрақтарыңыз бар болатын болса, мінекей осы кісілермен хабарласып отырып, әлі де біздің әріптестеріміз өздерінің шығармашылық жұмыстарымен таныстыратын болады. Осындай біздің жұмыстарымыз көбейе берсін. Рахмет сіздерге шығып жатқандарыңызға, сескенбей, қорықпай өз жұмыстарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға. Кейбіреулер бар жұмыстың өзін көрсете алмайтын, жеткізе алмайтын болады. Сондықтан да осындай конференцияларға қатысып отырыңыздар. Бұның пайдасы өте зор. Экрандарыңызды ашып қойып отырыңыздар. Мына жерде өзі 18 адам қатысып отыр. Сол 18-дің ішінде қараңыздар, бір шамалы 3-4 адамның ғана бет бейнесі бар. Бұл біріншіден біз педагог болғандықтан этика, эстетика деген болу керек. Бір-бірімізді сыйлау деген болу керек. Өтірік қатыса салған деген дүние болмайды. Ертең сосын кейін өздеріңіз жаза алмай соны қиналатын боласыздар. Сіздердің барлықтарыңызға бүгінгі уақытын бөліп, терезесін ашып, қатысып отқан әріптестерімізге алғысымызды айтайық. Осындай авторлық бағдарламалар жазатын уақыттарыңыз болса, хабарласып, қиындықтар болса, осы кісілермен мінекей бөлісіп отыруларыңызға болады. Сұрақтарыңызды қойып отыруларыңызға болады. Ал енді әріптестер, рахмет, Қошымгелдина. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Оқу жылының аяқталуы бәрімізге құтты болсын. Жақсы демалып, күш-қуатпен жұмыстарыңызға оралыңыз дегім келеді. Тағы да айтам деушілер болса, байланыс күтемін, әріптестер. Биылғы жылы аттестациядан өтетіндеріңіз болса, Алла сіздерге сәттілік болсын. Өтіп, өздеріңіздің беріп отырған санаттарыңызды растауды, немесе қорғауды Алла нәсіп етсін сіздерге. Келесі оқу жылында сағаттарыңыз көп болсын. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз бөлініп, қуанышты, жақсылықпен оқу жылын бастауды Алла нәсіп етсін. Амин. Қандай сұрақтарыңыз 24-ші мектеп қарағанды? Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Онда осымен таныстырылымды аяқтайын. Сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп кіргендеріңізге барлықтарыңызға сәттілік. Әріптестеріміздің кімдер аттестациядан өтіп жатсыздар, Алла сәтін салып өтіп кетіңіздер. Көп рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Мен осы кеше алды күндері екі конкурс жіберіп едім ғой, әріптестер, көрдіңіздер ме? Шахтинскінің